Көлдер жер бетіндегі суға толған табиғи ойыстарды көл деп атайды. Көлдің теңізден айырмашылығы оның мұхитпен тікелей байланысы жоқтығында. Көлдердің ауданы мен тереңдігі әртүрлі болып келеді. Евразиядағы Байкал көлі дүние жүзіндегі ең терең көл. Оның терең жері 1620 метр. Ал Каспий теңізі дүние жүзіндегі ең ірі көл болып табылады. Ол солтүстіктен оңтүстікке 1200 км қашықтыққа созылып жатыр. Каспийдің жағалауында 5 мемлекет орналасқан. Біздің елімізге Каспий теңізінің солтүстік шығыс бөлігі кіреді. Каспийдің ауданы 374 мың шаршы шақырымды құраса, ең терең жері 1025 метр. Аумағының үлкендігі жөнінен екінші орынды Арал теңізі алады. Бірақ Сырдария мен Әмудария өзендерінің суы жер суаруға көп жұмсалуына байланысты Арал теңізі тартылып бара жатыр. Қазақстанда көлемі жағынан үшінші орынды Балқаш көлі алады. Бұл көлдің бір ерекшелігі, оның батыс бөлігінің суы тұщы, ал шығыс бөлігінің суы ащы болып келеді. Жер шарында терең көлдер тау жасалу үдерістері кезінде пайда болған. Мұндай көлдерді тектоникалық көлдер деп атайды. Оған Сібірдегі Байкал, Тянь-Шаньдағы Ыстық көл және Қазақстанның шығысында орналасқан Алтайдағы Зайсан көлдерін жатқызуға болады. Кейбір жағдайда тау опырылып, өзен аңғарларын бөгеп тастаған кезде көлдер пайда болады. Оны бөгеу көлдер дейді. Оған мысал Памир тауындағы Сарез көлі және Іле алатауындағы үлкен Алматы көлі. Ежелгі теңіздің орнында тартылып қалған көлдерді қалдық көлдер деп атайды. Оған Каспий теңізі мен Арал теңізін жатқызамыз. Сөнген жанартаулардың кратерлерінде орналасқан көлдерді жанартаулық көл дейді. Мұндай көлдер Курил аралдарында және Камчатка түбегінде кездестіруге болады. Сонымен қатар, көлдер ағынды және ағынсыз болып бөлінеді. Ағынды көл дегеніміз, көлге өзендер келіп құяды да, келесі жағынан өзен ағып шығады. Сондықтан, ағынды көлдің суы тұщы болып келеді. Ал ешбір өзен ағып шықпайтын көлдерді ағынсыз көл деп атайды. Мұндай көлдерге құятын өзендер өзімен бірге жер бетінен шайылған түрлі тұздарды алып келіп отырады. Сондықтан ағынсыз көл үнемі тұзды болып келеді.